Қайырлы күн баршаларыңызға. Сіздермен бірге Таңжарқын менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін өте дәмді, әрі қатпарлы, кереметтей үйдегі бар заттармен ғана дайындалатын асқабақтан самса әзірлейміз. Самсаларымыз қараңыздаршы, қып-қызыл болып піскен, асты да, үсті де. Әрі өте қатпарлы, ортасында кесіп көрсетіп жатырмын сіздерге. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер, барлық жанға ұнайды. Екінші самсаны да көрсетіп жатырмын. Видеоны соңына дейін қараңыздар, бірге әзірлейік. Ең алдымен самсамыздың қамырын дайындап аламыз. Ол үшін ыдысымызға суымызды, тұзымызды салып, жақсылап араластырып, алдын ала ұнымызды електен өткізіп дайындап аламыз. Ұнымызды салып, тығыз, қатты қылып қамыр елеп аламыз. Құрамына басқа ештеңе қоспаймыз қамырымызға. Осылай ұнымызды сала отыра, қолымен жақсылап қамырымызды елеп дайындап аламыз. Қамырымды елеп дайындап алдым. Өте қатты. Енді пакетімізге салып 5-10 минутқа демалдыруға қойып қоямыз. Ортасына жаққанға мен маргарин пайдаландым, 72% шедерлеті. Енді қамырымызды 10 минуттан кейін алып, оны сеуіп отыра, осылай 2 бөлікке бөліп алдым, 2 золаға. Иін қандырып қамырымыздың, бір қамырымызды жайып аламыз. Жоқағып, бір келкі қылып жайып аламыз қамырымызды. Оқтауымыздың 2 шетін ғана басыңыздар қамырдың. Ортасын баспай, бір келкі қылып қамырымызды жайып аламыз. Құрамына не қосқаным, қанша граммнан қосқаным барлығын описание бөліміне жазып қалдырамын. Жайып алдық қамырымызды. Енді маргаринімізді ертіп, ортасына жағып шығамыз барлық шетіне. Қамырымызға майымызды жағып болғасын, 5 минутқа майы сіңгенше кептіріп қойыңыздар. 5 минуттан кейін қамырымызды жинап, тығыз қылып жинаңыздар. Осылай қамырларымызды жинап алып, холодильникке, тоңазғышқа 1 сағатқа қойып қоямыз. Осылай салып қойдым. Енді салмамызды дайындаймыз. Асқабағымызды алдын ала сыртына ашып, жуып, осылай теркамыздан өткізіп аламыз. Турасаңыздар да болады, мен теркадан өткізіп дайындап алдым. Енді пиязымызды 4-5 етіп майдалап турап аламыз. Осылай барлық пияздарымды турап алдым. Асқабағымыздың үстіне пиязымызды қосамыз. Мен 250 грамм фарш қостым. Тұзымызды саламыз. Дәміне қарай бұрышымызды қосамыз, қара бұрышымызды. Салмамызды жақсылап араластырамыз. Бір келкі болғанша. Құйрық май қосып жіберсеңіздер болады. Мен онда ештеңе қоспадым, тек фарш қостым. Қараңыздар, салмамыз дайын. Енді 1 сағаттан кейін қамырымызды алып, мен 40 граммнан барлығын бөліп алдым қамырларымды. Енді ортасындағысын, формасын құртып алмай, осылай ортасынан басып, қамырларымызды жаятын қып дайындап аламыз. Дайындап алдым бөліп 40 граммнан. Енді біртіндеп қамырларымыздың барлығын жайып аламыз. Осылай қамырларымыздың барлығын жайып, дайындап аламыз алдын ала. Бірден түйе берсеңіздер де болады. Мен бірақ қамырларды жайып алдым. Осылай қамырлармен жайып, дайындап алдық. Енді салмамызды салып, мен 3 бұрыш тығып түйіп шықтым. Басқаша қылып түйсеңіздер де өз қалауларыңыз.
Осылай үш бұрышты қылып түйіп дайындап аламыз барлығын. Осы уақытта пешімізді қыздыруға қойып қоямыз. Осылай самсалардың барлығын түйіп дайындап алдым. Енді жұмыртқамызды жақсылап араластырып бетіне жағып шығамыз самсамыздың. Жұмыртқамызды жағып алдық. Енді ортасына күнжетімізді сеуіп шығамыз. Қызып тұрған пеште 180 градуста пісіріп аламыз, қып-қызыл болғанша. Қараңыздар, қандай әдемі болған. Осылай самсаларымыз қып-қызыл болып пісіп шығады. Самсаларым пісіп шықты. Қараңыздар, қандай әдемі әрі қатпарлы. Сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер. Үйдегі бар заттармен ғана дайындалады, әрі өте қатпарлы, барлық жанға ұнайды. Сіздермен бірге болған Таңжарқын. Қош сау болыңыздар.